Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Бүгін міне сіздерде видеода көргендеріңіздей жалбыздан балмұздақ дайындайтын боламыз. Ол үшін бір пучок жалбызымызды алып, оларды жақсылап жуып, тазалап аламыз да, одан кейін мынандай бұтағынан жапырақтарын бәрін алып шығатын боламыз. Бізге осындай жапырақтары қажет болады. Яғни осындай сабағын пайдаланбаймыз. Сондықтан да тек қана жапырақтарын барлығын тез-тезден барлығын алып аламыз да, одан кейін сол жапырақтарын пайдаланатын боламыз. Енді жапырақтардың барлығын алып болғаннан кейін міне осындай болды менде. Енді оның үстінен шекеріміздің тең жартысын салатын боламыз. Менде көз мөлшерімен өлшеп салып алдым. Одан кейін оның үстінен сүтімізді құйып, жақсылап біркелкі болғанға дейін араластыратын боламыз. Менде бұл жерде 3,2% сүт, қандай пайыздық сүт болса да пайдалана берсеңіздер болады. Енді дайын болған қоспамызды баяу отта жақсылап шекері ерігенге дейін жақсылап барлығын араластырып алатын боламыз. Жалбызымызды да кесек-кесек осылай араластырып тұратын боламыз. Қайнатпаймыз, тек қана жылы күйге келгенге дейін, яғни видеода көрсетілгендей кезге дейін жақсылап араластырып алатын боламыз. Одан кейін жалбызымызды 1 сағатқа қойып қоятын боламыз, яғни осы қоспамызды. Өйткені бізге мына сүттің құрамына жалбыздың дәмі еніп, жақсы шығу үшін осылай 1 сағатқа қойып қоятын боламыз. Енді біз келесі кезекте 5 тауықтың сары уызын аламыз да, 5 дана. Оның үстінен қалған шекерімізді салып, жақсылап араластыратын боламыз. Міндетті түрде жақсылап араластыру керек. Одан кейін осылай барлығы біркелкі болып араласса, бізге әрі қарай жасасақ өте оңай болады. Енді міне біз 1 сағат өткеннен кейін осы жалбызымызды жақсылап, осы қоспамызды осы сүзгіден өткізіп алатын боламыз. Жалбызды жақсылап осылай сығып алатын боламыз. Енді ол бізге қажет болмайды. Ал осы дайын болған қоспамызды әрі қарай қайтадан тағы да жылытып алатын боламыз. Ешқашанда қайнатпаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай барлық жерде қайнатуға дейін алып барамыз, бірақ қайнатпаймыз. Қатты ыстық болу керек. Енді міне дайын болған манағы жұмыртқа мен шекер қоспамыздың үстіне осы сүттен дайын болған қоспамызды құйып, жақсылап тез-тезден араластыратын боламыз. Яғни жұмыртқа пісіп кетпеу үшін тез-тезден жақсылап араластыру керек. Бұл өте осылай болу керек. Сосын мен өзімнің екінші ыдысыма қайтадан құйып алдым. Осы ыдыс ыңғайлы болғандықтан енді қайтадан бұл қоспамызды жақсылап газда, отта жылытып алатын боламыз. Міндетті түрде қайнатпайтын боламыз, яғни жылытып аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай массамыз осылай көпіршейді, бірақ қайнамайды. Енді осы дайын болған массамызды тез-тез салқындату үшін мұзды суға осылай салып қоятын боламыз. Және жақсылап араластырып тұрсаңыздар да болады. Яғни біз тез-тез салқындатып алуымыз керек болады. Енді салқын болғанға дейін біз кілегейімізді жақсылап езіп аламыз. Міне менде қоспам салқын болды, жақсылап араластырып алдым. Көріп тұрғандарыңыздай бөлме температурасына дейін салқын болды. Енді оның үстінен мен осындай краситель, яғни бояғышты құятын боламын. Менде осындай құрғақ краситель болғандықтан оны кішкене сумен араластырып құйдым да, одан кейін қоспамның үстіне құйып алдым. Және оның үстінен кілегейді құятын боламын да, барлық қоспаларды біркелкі етіп араластырғанда менде осындай масса шықты, дайын болды. Енді оны біз өзіміздің балмұздақтың кез келген қандай ыдыс бар, сондай ыдысқа салып алсаңыздар болады. Барлығын менде осындай ыдыстарға салып алдым. Енді мұздатқышта, яғни морозильникте 5-6 сағатқа дейін қойып қоятын боламыз. Достар, менде ешқандай да мороженое, яғни балмұздақ жасайтын құрылғы жоқ. Сондықтан да мен осылай өзімнің қолда бар ыдыстармен пайдаланып осылай балмұздақ жасап алдым. Жасап көріңіздер, міндетті түрде өте дәмді, өте керемет шығатын болады. Ас болсын.